Құрметті достар, бүгін кітапханамызға Сұңқар имам келіп отыр. Келе жатқан айт қабыл болсын. Сізге бір-екі сұрақ қояйық дегенбіз. Құрбан айт туралы айтып бере аласыз ба бізге? Ассаламағалейкум. Біріншіден, екіншіден Алла тағала осы келе жатқан қасиетті құрбан айтты, шалайтын құрбандықтарыңызды қабыл етсін. Жалпы енді ислам дінінде екі мереке бар. Бірінші Рамазан айты болса, екінші құрбан айт дейді. Бұл құрбандық деген мағына арабшадан қазақшаға аударғанда Аллаға жақындау деген мағынада құрбандық шалу арқылы. Қысқаша айтқанда солай. Тағы сұрағымыз бар. Құрбандыққа шалынатын малдарға қойылатын талаптар. Қойылатын малдар талаптар бірінші жасына келіп тоқталатын болса, қазіргі кезде көп адамдар енді бір месіппен біреу сатып жатуы мүмкін, біреу алдап сатып жатуы мүмкін. Қазіргі кезде адамдар табыстың көзін тапқысы келеді кез келген. Бірақ та мынаны адамдар ескерсе, біріншіден шариғат бұл Алланың заңында бекіткен. Бұл біздің үкімет емес, я болмаса діни басқарма бекіткен емес. Біз оны ойлап тауып жатқан жоқпыз. Ол кітаптарда да бекітілген. Бірінші қойдың жасы ең кем дегенде 6 айлық марқа қозы болу керек. Марқа, яғни тоқталған. 6 айлық ол пышаққа ілінетін және де қойлармен салыстырғанда ажырата алмайтындай болу керек. 6 айлыққа толы. Ал 4-5 айлық қойлар марқа қозылар жарамайды. Ешкілер кем дегенде, яғни 1 жастан басталады, кем дегенде. Ал ірі қара малдарымыз 2 жасар сиырлар болып, түйелер 5 жасар болады. Ал енді оған қойылатын талаптар ақсақ-тоқсақ болмау керек. Яғни малды айдап барған кезде өзін шалатын жеріне өз аяғымен жүріп барып, емін-еркін баратындай болу керек. Яғни көтерем болмау керек. Ауыр сырқау, ақсақ-тоқсақ, яғни бір мүйізі сынған болса жарамайды. Ол енді шариғаттың талаптары ғой. Ал егер де тоқал болса, ол жарайды. Еркек малдар, қысылған малдар ол жарай береді. Бірақ та жаңағы құлағының жарты бөлігі жоқ болса, мүйіздің бір бөлігі сынық болса, ақсақ бір аяғы жоқ деген сияқтылар олар жарамайды. Ал егер де ен салынғанға келетін болса, ол жарамды болады. Бірақ та ол енің өзінде де кейбір адамдар шорт кесіп кестіреді. Ол шорт кессе ол сонымен. Тағы бізді қызықтыратын бір сұрақтың бірі, 1-2 отбасы бірігіп мал союға бола ма, құрбандық шалуға бола ма? Енді жалпы былай айтсақ болады ғой, жалпы құрбан айтта құрбандық шалу әрбір мұсылман адамға уәжіпті, өз алдына жеке уәжіп деген қазақша алғанда міндет қой. Әрбір адамға ақыл есі толған бірінші құрбан айт кімдерге уәжіп? Бірінші ол мұсылман болу керек, екінші ақыл есі түзу және де балиғат жасына толу керек. Және де енді қазіргі кезде адамдардың жағдайы көбінесе оңала бермейді ғой шалуға. Мысалы, бір отбасында 7 адам болса, оларға бір сиыр шалса болады. Өйткені сиырды 7-ге бөлуге болады. Ал бір қойды бөле алмайды. Өйткені бір адамға бір қой жүреді. Енді ондай шамасы келмей бара жатса, мысалы, биыл күйеуі шалса, екінші жыл әйелінің атынан шалып деген сияқты, сол ыңғайларын нетуге болады жалпы. Ал бірақ та бір қойға 7 отбасы, 5 отбасы бірігіп шалмайды. Өйткені қой жеке бір адамға жүреді. Құрбанды шалу кезінде неге тыйым салынады? Қандай заттарға тыйым салынады? Енді шариғатта макрух деген нәрсе бар бізде. Макрух екіге бөледі, біреу харамға жақын, біреу халалға жақын макрух. Яғни адалға, арамға жақын. Енді бұл арада макрух дегенде малдың көзінше пышақ бауыздау, пышақты қайрау малдың көзін ашып. Және де малды бауыздап жатқан кезде де өзінің жаны шықпай жатып, оның мойын үзіп алу деген сияқты нәрселер, бұл жағымсыз амалдарға жатады. Сізге көп-көп рахмет. Біздің оқырмандарымызға, ауылдастарымызға айтатын тілектеріңіз болса, айтыңыз. Мен тағы бір қысқаша тоқтала кетейін, 1-2 минут айта кетейін. Жалпы қазіргі кезде құрбандық шалған кезде адамдар айтып жатады ғой, малды нешеге бөліңіз деп. Бірақ та енді шариғатта малды 3-ке бөлу мұстахаб деген амал бар. Жақсы көрілген. Берсеңіз сауап болады 3-ке бөлу. Я болмаса берсеңіз ол сізге күнә болып жазылмайды. Бірақ та құрбандық деген атында жазылып тұр, құрбандық өзіңіз малыңызды құрбан етіп, содан сауапты амал жасау болып табылады. Өйткені бір кедей-кепшікті қуантудың өзі үлкен сауап қой. Сондықтан осы құрбан етті 3-ке бөлу бұл парыз емес, мұстахаб амал. Істесеңіз сауап, істемесеңіз күнә емес. 3-ке бөлігі бірінші өзіңізге алып қалу, екінші бөлігі кедей-кепшікке, үшінші бөлігі жақын достарға, көршіге деген сияқты.
енді тілек айтатын болсақ, осы Алла тағала қасиетті құрбан айтта баршамыздың тілеген дұға тілектерімізді осы бүгінгі ұстап жатқан арапа күнгі оразаларыңызды қабыл етсін. Осы қасиетті құрбан айтта шалған құрбандықтарыңызды Алла тағала қабыл етіп, осы шалған құрбандықтарыңыздың әрбір аққан қаны мен күнәларыңызды кешіріп, Алла тағала отбасыларыңызға береке, байлық, ынтымақ берсін. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Осылай бізге тілектеріңізді тілеп отырсыз. Құрметті достар, ауылдастар, келе жатқан айт мерекесі құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.